1822 жылы дүниеге келіп, 1883 жылы дүниеден өткен жырауда Кенесарының сүйікті жырауы деседі. Ол керейі туынан шыққан, оның қазіргі бүгінгі күнге дейін танымал болып келе жатқан Кенесары Наурызбай деген жыры туралы қысқаша мәлімет айтып кететін болсақ, жыр алғаш рет 1875 жылы Жантөрин мен Сейдалиннің аудармасымен записки Оренбургского русского географического общества журналының 3-ші бөлімінде қазақша сөзде жазылған, бірақ орыс әліпбиінде жазылып шыққан. Белгісі нысанбай жыраудың еңбектерін көріп түсті. Нысанбай жырау көтеріліске бастан аяқ қатысып және сол білген, естіген, көргендерін жырларға қосқан. Дерен оның Кенесары Наурызбай атты көлемді дастанының көтерілісте басшылардың батырлар жыры дәстүрінде бейнелеп, заман шындықтарын көрсетілген. Бағынба қазақ орысқа, бағынсан қазақ орысқа, осы бастан аманза, сағатқа 5 қонысқа. Береке кетер асыңнан, билігін кетер басыңнан.